Сәлем достар, бүгінгі айтылатын фильм «Желание жить». Кино шынайы өмірден алынған. Кино басында медициналық комиссияға церебральды ауытқуы бар Матео есімді жігітті алып келеді. Осы сәттен кейін кино 1987 жылғы кезді көрсетеді. Матео кішкентай бала. Дәрігердің алдында әртүрлі пішінді ойыншықтарды арнайы кесілген пішіндерге салып жатады. Осы сеанстан кейін дәрігер балаға ақыл есі жетілмеген деген диагноз қойып береді. Бірақ анасы бұл диагнозға қарсы болады. Себебі бала барлығын түсінеді. Тек бұл сөзіне дәрігер итке тамақ берсең құйрығын жыбырлатып ойнақтайды. Матео да сол сияқты деп жауап қайтарады. Үйіне келіп анасы баласын көтеріп жүргізіп, үйретіп жүреді. Қарындасы мен бауыры бұдан түк шықпайды деп теріс ой білдіреді. Әкесі кешке жұмыстан келген кезде Матео арқасымен еңбектеп барып, алдынан күтіп алады. Әкесі оны көре салып, аяғынан ұстап, сүйреп ойнатады. Үміті үзілмеген ата-анасы массажисті де шақырады. Массажист 5-6 сеанстан кейін бұл баладан ешқандай өзгеріс болмайды деп, ақшасын ата-анасынан алмай кетіп қалады. Анасы баланы далаға шығарып қыдыртып жүріп, қанша тырысқанмен қолымыздан түк шықпайды деп айтып жатады. Оны естіген Матео ыңырсып, анасына сөйлегісі келеді. Бірақ анасы түк түсінбегеннен кейін көңілі түсіп қалады. Келесі күні әкесі үйінде баланы алдына отырғызып алып, мықты жігіт сияқты столды қолмен ұруды үйретеді. Бала содан кейін жүру үшін бар ынтасын салып тырысқысы келеді. Бала арқасымен еңбектеп анасына барады. Анасы көтеріп алып, баланы жетектей бастайды. Күндердің бір күнінде Германиядағы туыстарынан бір қорап сыйлық келеді. Қораптың ең астында ерекше жүн тәріздес кокос шығады. Әкесі барлық үйдегі құрал-жабдықтарды қолданып, әрен дегенде кокосты ашады. Бала осы әкесінің шыдамдылығын көріп, өзіне тағы бір сабақ алады. Бала теледидардан аспанға ракеталардың ұшып жатқанын көріп отырады. Сол кезде әпкесі теледидарды өшіре салады. Матео ашуға салынып, артық қозғалыстар жасай бастайды. Оны көрген анасы теледидардың өшіп қалғанын ашулы екенін біліп, қайта қосып қояды. Матильда әпкесі бауыры бәрібір түк түсінбейді ғой деп, анасынан заколкасын сұрайды. Оны естіген Матео орнынан түсе салып төсектің астына еңбектей кетеді. Анасы мен қарындасы судыргысы ұстап қалды ма деп, үстіне жатып мыжа бастайды. Бірақ Матео төсектің астына түсіп қалған заколканы көріп қойған екен. Арада жылдар өтеді. Әкесі аспандағы жұлдыздарды баласына түсіндіріп жатады. Келесі күні әкесі үйіндегі коляскадан және басқа да ағаштардан баласына каталка жасап береді. Сол кезде теледидардағы жаңалықтан Польша социализмнен құтылғаны жайлы видеоларды көрсетіп жатады. Осыны естіген әкесі қуанып, дүкенге кетіп қалады. Бірақ кешке жай ішімдікке тойып алып келеді. Сол кезде аспанға салюттер де атыла бастайды. Әкесі соны баласына көрсетемін деп, балконға өрмелеп шығып, терезесін тоқылдатып, балаға аспанға қарауын сұрайды. Бірақ осы бетте аяғы тайып, жерге құлап, мерт болады. Арада тағы уақыттар өтіп, 1998 жыл болады. Бала ер жетсе де, әлі күнге дейін арқасымен еңбектеп, терезеге шығады. Терезеден аспандағы жұлдыздарды тамашалап, және көрші үйдің терезесінен Анька есімді қызды көреді. Қарындасы өзіне болашақ күйеу іздеу үшін әртүрлі жігіттерді де үйіне әкеліп жүреді. Бір күні үлкен ағасы Матеоны каталкамен сүйреп жүріп, даладағы бір қыздың қасына қалдырып кетеді. Қыз оны мүгедек екенін көріп, танысып дос болып, қыдырта бастайды. Бір күні Матео терезеден Анька анасы екеуі көшіп жатқанын байқап қалады. Қыз оны көріп қалып, жігітке жүгіріп келіп, есіктің арғы жағынан сөйлесіп қоштасады. 2000 жыл болады. Матеоның ағасы отпуске шығып, үйіне келеді. Әпкесі тұрмысқа шыққан екен. Сол кезде барлығы дастархан үстінде кешкі ас ішіп отырып, Матео барлығы бір үйде және анасы болмаса кім қарайтынын талқылап жатады. Солай тағы күндер өтеді. Анасы Матеоны каталкасына отырғызу үшін көтеріп жатып, аяғы тайып кетіп, құлап қалады. Осымен Матеоның үйдегі өмірі бітеді. Қарындасымен күйеуі жігітті көлікке отырғызып, арнайы мүгедектерге қарайтын пансионатқа әкеліп тастайды. Матеоны төсекке жатқызып қояды. Ақыл есі кем адамдар келіп, танысып, кетіп жүреді. Көп күндер өтеді. Матеоны анасы алып кетуге келеді. Менің орным осы жетіспейтін адамдармен емес, деп ойланып отырады. Анасы емханадан шығып келіп, арасында келіп тұрамын деп кетіп қалады. Жігіт осы жерге байландым, деп көңілі болмай, депрессияға түседі. Сол кезде жігітті қарауға арнайы волонтер қыз келіп, тамақтандырып жүреді. Қыздың ашықтау жүрген кеудесіне көзі түсіп,
көңілі өзгере бастайды. Бірақ депрессиядан шыға алмай жүргендіктен тамақтанарда ернін аздап тістеп жүреді. Дәрігерлер ернін жеп тастайды деп тістерін егеулеп тастайды. 2005 жыл келді. Дәрігер жігітке Магду есімді волонтер қызды таныстырады. Бұл қыз жігітті тамақтандырып, арасында музыка қосып билеп береді. Санитар сол кезде кіре қалады. Волонтер қыз жігіт барлығын түсінеді деп айтады. Бірақ санитар мән бермейді. Жігіт 25-ке толады. Анасы торт алып келеді. Бірақ волонтер қыз жігітті алып кетіп, журнал сыйлап, үстіңгі киімін шешеді. Содан жігітті қала ішінде қыдыртуға алып кетеді. Жігітті әкесіне апарып таныстырып, болашақ жарым дейді. Әкесі, бұл маған істеп жүрген қастандығын, өткенде үйсіз бомжды алып келдің, осы жолы инвалидті, дегенде, жігіт алданып жүрмін, деп коляскадан секіріп түседі. Келесі күні қыз жұмыстан шығып кеткенін санитар келіп айтып кетеді. Келесі күні анасы келеді. Әпкесін 2 баласымен күйеуі тастап кетіпті. 2008 жыл. Пансионатқа театрлық көрініс қояды. Сол кезде инвалидтерге басқаша сөйлесуді үйретіп жүрген Йола есімді тәрбиешіні танып қояды. Жігіт тәрбиешіні өзіне қарату үшін қозғалыстар жасайды. Оны байқап қойып анасын, қарындасын шақырып, арнайы көзді жұму арқылы сөйлестіреді. Жігіттің алғашқы сөзі «Менің ақылым дұрыс» деген сөз болады. Содан жігіттің өмірі өзгереді. Қайта жаңадан тістерін салып береді. Арнайы сұранысы бойынша өзіне жеке бөлме алады. Автономды пультпен жүретін кресло алады. 2010 жыл. Жігітке Ева есімді журналист интервью алуға келеді. Қарындасы үйіне балалармен таныстыруға алып келеді. Матео түнде бауыр қарындастарымен аспандағы жұлдыздарды қарап отырады. Келесі күні пансионаттың директоры журналдан Матеоның есі сау, басқа жаққа ауыстырамыз деп шығады. Жігіт басқа жақты қаламайды. Кино ең жоғарыда айтылған эпизодқа барады. Комиссия мүшесі құрылады. Жігіт коляскамен кіреді. Жігіт өзін ақылсыз көрсету үшін әртүрлі іс-әрекеттер жасайды. Комиссия алып кетуін сұрайды. Жігітті қайта өз бөлмесіне апарады. Сол жақта қазіргі кезге дейін тұрып жатыр.